Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге бірінші алғаш рет дайындағаннан мінсіз болып шығатын сметанник пирогың рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамырын жасау үшін ыдысқа сары май, қант, жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнға біраз қасық қопсытқыш қосып, қолымызбен қамырды біріктіреміз. Бізде жұмсақ қамыр шығады. Одан соң дайын қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Пищевой пленкамен қаптауды ұмытпаңыздар. Жарты сағаттан соң ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Менде форма диаметрі 26 см. Енді қамырымызды формамызға салып, тегістеп, бөртіктерін жасап, пирогымыздың формасын жасап аламыз. Одан кейін вилкамен барлық жерін тесіп шығамыз. Енді салмасын жасаймыз. 500 грамм қаймақ, 4 жұмыртқа, 100 грамм қант, 2 ас қасық жүгері крахмалын қосып, 10-20 секундтай араластырамыз. Көп араластыруға болмайды. Енді осы салманы қамырымызға құямыз. Пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қойдым. Шамамен 35-40 минут піседі. Піскен соң пирогты толық суытып, тоңазытқышқа 2-3 сағат салып аламыз. Пирогымыз дайын. Пирогымыз өте дәмді, керемет болып шығады. Қонақтар келгенде осы пирогты жасап беретін болсаңыздар, барлық қонақтар риза болып, көңілдерінен шығатыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеом ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер.